Балалар үйінің терезесінен үнемі сыртқа қараймын да отырамын. Сол сырттан әлдекімді күтемін. Әлдекім дегенім мама, ол сенсің. Білесің бе мама, үнемі орындығымды осында әкелемін де сені күтіп отырамын. Мама, мен сені сонда қатты сағындым. Ал кейде түсімде шашы ұзын әйелдің сұлбасын көремін. Оны өзімнің анам екен деп артынан ере бергенде сұлба ғайып болады. Кейін оның жай ғана түс екенін біліп жылап та аламын. Білесің бе мама, кеше мені тәрбиеші апай ұрды. Жоқ, ештеңе істегенім жоқ. Тек жай ғана дәл осы жерде сені күтіп отырғанмын. Кенет сырттан жүзі жылу әйелдің бейнесін көріп, оны өзімнің анам екен деп, мені алып кетуге келген екен деп, мам, мен мұндамын, мама деп айқайлай бергенімде, терезе алдындағы гүл жерге құлап қалды. Тәрбиеші апай көріп қоймасыншы деп, тез жинай бастағанымда, тәрбиеші апай келіп қалды да ұра жөнелді мама. Апай кешіріңізші, байқамай қалдым дегеніме қарамастан ұра берді. Мама, білесің бе, сол апайдың маған не дегенін? Ей жетімек, сені әке-шешең керек етпегенде, маған қайдан керексің деді де, одан әрі ұра берді. Сол апайдың ұрғаны, мына жерім көгеріп ауырып барады мама. Мама, мен мына жетімдер үйінен қатты қиналып кеттім. Өтінемін, келде алып кетші, мама. Уәде беремін, бұзық болмаймын, мама. Адам емес, хайуанды өз баласын қорғаштай береді емес пе? Сен хайуан емес адамсың ғой, мама. Сен менің анамсың ғой, мама. О, Тәңірім, кішкентай ғана бала жүрегіммен сенен жалынып тұрып сұраймын. Менің анамның жүрегіне титтей болса да мейірім шуағын төкші. Сөйтсінде ол мені мына тақыр қапастан құтқарсыншы. Осы тілегімді қабыл алшы, Алла. Мама, мен сені сондай қатты сағындым.